Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге керемет дәмді, күшті көтерілетін, ортасына сгущенкамен жасалынатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, все дегенді белгілеп қойыңыздар. Бізге керекті жылы сүт, үстінен тұз саламыз, құмшекерімізді салып араластырып аламыз. Үстінен дрожжымызды салып 5 минутқа дрожжымыз жібіп, кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Міне дрожжымыз жібіп көтерілді. Үстінен сары майымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Бір келкі еріп араласқанша араластырамыз. Араластырып алдық. Енді үстінен бөліп ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз. Өте керемет дәмді болып шығатын рецепт, таза пісіп шығады, ортасы әрі оңай рецепт. Ортасында сгущенка қосылғандықтан да басқа нәрсе қосып жасасаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады. Міне қамырымызды илеп алдық. Енді басқа ыдысымызға салып, қамырымыздың бетін кішкене ғана сұйық маймен жағып, бетіне пакетик немесе басқа ыдыспен жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Қамырларыңыз ашығанша, яғни көтерілгенше. Қамырымыз көтерілді. Енді қамырымыздың түсіретін жеріне астын майлап жібересіздер, себебі қамырларың жабысып қалмауы керек. Қамырымыздың қақ ортасынан бөлеміз. Мен описаниеге қамырдың бір бөлігінің рецебін қалдырып кетемін. Егер де сіздерге мен секілді көп булочка керек болатын болса, дәл осындай екі еселеп, яғни қосып рецептпен пісіре бересіздер. Қамырымызды жайып аламыз. Жайып алдық. Енді оқтаудың көмегімен булочканың размерін кесеміз. Булочканың үлкендігін, кішілігін өз қалауыңызша жасай бересіздер. Барлық қамырды осылай кесіп аламыз. Дәл ортасынан кесеміз енді. Енді булочканың формасын жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай булочканы осылай ортасынан кесеміз және шет-шетін осылай пышақтың ұшымен кесіп шығамыз. Қараңыздар, кесіп алып, шет-шетін пышақтың ұшымен кесіп шығамыз. Менде термостабильді сгущенка, яғни ыстыққа ақ кетпейтін. Сгущенка болса сгущенкамен, немесе вареньелеріңіз болса вареньемен де жасасаңыздар болады. Міне осылай орап алып қоя бересіздер. Формасы керемет болып шығады. Ең бастысы рецебінде формочкасы басқаша жасасаңыздар болады. Енді өз қалауларыңызша. Таза пісіп шығады рецебі. Жеңіл, арасы күшті көтеріледі. Барлығын осылай орап алып, осылай формасын жасап болған соң, ыдысымызға саламыз. Бетін бір жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз бетіне. Жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз қамырымызды. Сосын барып пешке саламыз. 180-200 градуста піскенше салып аламыз. Міне булочкамыз пісті, күшті көтерілген, арада кішілеу болып көрініп тұр суретте, бірақ күшті үлкен болып көтеріліп пісіп шыққан. Таза піскен. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп, каналыма қоңырауша белгіні басып, все деген белгілеп қойыңыздар. Істеп көріңіздер, ас болсын.